мына кім бар, Нарбек бар, міне қалып ағаларың отыр. Солар енді мына сайт шығарып, сайтқа барлығыңызды тіркеп сөйтіп жатыр. Енді бұл бір жағы жаңағыдай шежіре шығатын болғасын, кітап шығатын болғасын, ол өте тыңғылықты, жан-жақты сондай болу керек. Себебі оның деген ответственность көп зат. Ертең ана кітап жарық көріп шыға қойған уақытта оның ішінде бір тұқымнан бір адам, или болмаса біреудің бір жалғыз баласы, или тағы бірдеңе қалып қойған жағдайда ол жақсы ұят болып көрінеді. Сондықтан мына осы отырған жастарды шақырып отырған себебіміз сол. Жастар қазір бәрін біледі. Сондықтан енді сол өзіміз осы мына Ақтау қазір Ақтау болып жиналып жатырмыз негізі. Өйтіп отырған себебімізде мына Нарбек звондап, ал аға, енді осы Ақтаудағы бас көтерер өзіңсің. Мына қалу бар. Мына біздің Ақтаудағы суыралылар кішкене жай басып қалып жатыр. Мына порты бар, Телманы бар, Ералысты бар, олар өзі бәрі бастап кеткен. Енді октябрь деген болып қалды. Амандық болса осы октябрьдің 7-сіне таман сол аталарымызға ас береміз деп отыр. Оның бірнеше жасайтын мероприятиясы бар. Сосын мына жерде схемасын жазып алып келіп отыр. Анау Қабыл деген батырымызға баяғы тұра Күлкенде қалған сол жерлерге үлкен ескерткіш қойғысы келеді. Оның бәрі үлкен шаруа. Сондықтан мына жастар ат салысып, қазір мына шежірені компьютерден алып, списокты алып, мына Кенжеғали бастаған жігіттер, жас жігіттер қазір сол ат салысып, соны жаңағы шалдарымыз болсын, басқамыз болсын, бәріне барып, соларға жаңағы айтылған ұсыныстарын жинап, соны бір ортаға ведомствомен жинақтау керек. О да оңай шаруа емес. Сондықтан сендердің осы бастарыңды осыған жинап жатқандарының себебі сол. Оны енді осы шама келсе июль айының аяғына таман соны бітіруіміз керек. Сосын апарып мына өзендегі жігіттерге бастама жасап жатқан жігіттерге апарып тапсыруымыз керек. Сосын барған жерде ешкімді қинамау керек. Әркім өзі бере алатын, кейбіреулердің жағдайы болмауы мүмкін, кейбіреуі пенсионер болуы мүмкін, кейбіреулері ауыратын болуы мүмкін. Оларға ешқандай қиналыс жоқ, бере алатынша беретін жағдайын жасау керек.